Аслан? Ау. Сен темекі шегіп жүрсің ба? Жоқ, мам, қайдағын айтпаңызшы. Не мына киімің темекі сасып кеткен? Мам, шекпеймін мен, шын айтам. Өтірік айтпа маған, балам. Мам, мен емес шеккен, қасындағы балалар шекті. Немене қасыңдағы балалар шексе, сенің үстіңе үрлей ма? Кімдермен араласып жүрсің өзің? Кешіп бара жатырмын. Тоқта, мен сөзімді аяқтағым жоқ әлі. Мен үндемей жүрсем, ештеңе білмейді деген сөз емес. Біресе үсті басың қан-қан болып келесің, біресе үстің темекі сасып келесің. Не болып жүр, саған айтшы? Мен сені бір ақылы бар бала екен деп жүрсем, ана Біржан мен Таңаттар келіп тұрушы еді, олар да келмейтін болды. Түсіндім, кейін сөйлесеміз. Тоқта. Сабағыма кешіп бара жатырмын, мам, енді. Білем сенің қалай сабақ оқып жүргеніңді. Ағылшын тілінен 3, географиядан 3, немене сабақ оқығың келмей жүр ма? Тағы да бастамаңыз дедім ғой. Кейін сөйлесейік, келем ғой енді. Аслан! Қош болды. Аслан! Нені бастама? Мен кім үшін жүрмін, айтшы? Сен осындай болсын деп па? Сабақ оқығың келмесе айтып, базарға барып, арба сүйрейсің. Сүйреу керек болса сүйреймін, мам. Не болды, мама екеңіз енді есіңізге түсті ма? Сен маған қалай сөйлейтін болғансың? Немене өсіп қалдың ба? Әлде саған мама керек емес па? Аслан! Мамаға түсінде балық көрдім деп айтқан ма? Онда қонақ келеді деп, ырымдап, кішігірім дастархан дайындап қойды. Сосын ауылдан алғаш Мұрат дейтін ағашым келді. Сол үйдегі барлық жеп кетті ғой. Түс көргеніне өкініп қалма. Ой, сен қызға әңгіме айтамын дедің ғой? Танаптан қашан қызға әңгіме естідің? Әттең боксерсіңде айтпаса раз. Жатам жеге. Неме менсіз? Өз арамызда әңгіме ғой. Түсінбедім. Қашынан бері өзіміз емеспін мен? Біраздан бері байқамадым міне. Сізбен көп жүрмей кеттім, поездқа да бармай қойдым. Алдында Саяттың жарысына барғанымыз деген ек. Ол да қалып, азанмен кетіп қалдым. Бұл мен не айтқым кеп тұр? Не айтқым кеп тұр болғанда, ештеңе айтқым кеп тұрған жоқ. Сыныптың смотрящийсің ғой. Азадан басқа саған ешкім сөйлей алмайды ғой. Амандаса бермеңдерші! Бітпей кеттіңдер ғой. Таңат, дұрыстап сөйле. Сөйлемесеші? Сөйлетем онда. Жігіттер қойыңдар. Не болды сендерге? Жеге, абидаларың болса бетіме айтыңдар, көтімнен сөйлемей. Кім сөйлет сен көтіне? Жүрші, Аслан, жүрші қой. Болды, Аслан, қоя салшы, керек емес. Мен істедім оларға. Өздерге батылып арылдаған маған. Енді оларды түсінуге болады ғой. Сен бізбен бұрынғыдай араласпай кеттің. Досым қызғанған түрлері шығар. Менде уақытым болмай кетті. Бүкіл 9-дар, 10-дар, 11-лерге жауап беру оңай емес мағанды. Досым, бізге смотрящий Аслан емес, бізге өзіміздің қарапайым бұрынғы Аслан керек. Сен ренжіме, бірақ соңғы уақытта қатты өзгеріп кеттің. Ештеңе де өзгерген жоқ, Біржан. Білесің бе? Қазір 9-дар сені көрсе қашады. Сенен мақадан қатты қорқады. Сен ондай емес едің ғой. Кетіңдерші бар. Саят, мен сенен өткен істерім үшін кешірім өтінемін. Жігіттер, сендер де ренжімеңдерші. Кейде артық кетіп, өзіме көп алып қойсам, айыпқа бұйырмаңдар. Бәрі жақсы. Өтті кетіп болды. Мектепте система болса да, арамызда достық қана болсыншы. Рахмет, Біржан. Системада болмаған қалай екен? Мен шынымды айтсам, жеңілдеп қалдым. Ешкімнен қорықпайсың, сенен ешкім қорықпайды. Старшактарға ақша жинап берем, таппасам таяқ жем ғой деп уайымдамайсың. Тек мына бүкіл мектеп үстіңнен күлетін болмаса. Бірақ оған да мән бермей кеттім қазір.
Баяғыдан сөйту керек еді. Негізі сынып болып системадан шыққандарың дұрыс еді. Сол ғой. Жарайды енді. Енді тек сабағыма көңіл бөлем. Ұнайтын ісіммен айналсам. Ұнайтын ісің қандай сен? Тоғыздарды ұру ғой. Айтпайтын жоқ сен. Негізі дұрыс істедің. Кейбір жігіттердің осыған әлі бас жетпей жүр ғой. Кетейін мен. Қайда кеттің сен? Сабақ әлі біткен жоқ қой. Осы сабақтан кейін жарысым бар. Керек заттарымды үйде ұмытып кеттім. Ей, Роза апай тұрмай тұрып келіп ал. Әйтпесе білесің ғой, қарсызға болады. Мен кеткен соң не істедіңдер? Жүрдік қаша. Шақырдың ба, братан? Әсік, көп түсіндіріп тұратын уақыт жоқ. Ертең кешке дейін 200 мың теңге туу керек. Қайдағы 200 мың, братан? Сары братан білесің ғой райондағы. Соған ар жақта ментармен проблемалар болып жатыр екен. Соған керек. Бә, аза. Сары братан ақша жинай береді екен. Оның үстіне ертең кешке дейін 200 мың қайдан табамын мен? Кейін мен бірінші сол үшін саған айтып тұрмын ғой, бәрін емес. Сен қолыңнан келеді. Сен одан да былай істеп, қазір барып, 9 бен 10-дардың смотрящийлерін жинап кел. Давай. Кураторымызды Димитрол деп атайтынымыз есіңде ме? Иә, Ол кісі лекция бастаған кезде бүкіл группа болып ұйықтап шеттік. Сол атауды кім ойлап тауды? Нұркен. Нұркен ғой деп. Иә. Күшті кездер еді. Гаухар? Сен мұнда не істеп жүрсің? Сенің сүйікті тамағыңды дайындағанмын. Йогаға кетіп бара жатып жол жөнекей қалдырып кетейін деп. Рахмет жан. Айтпақшы танысып қойыңдар. Сәуле, біздің физиотерапевт, оның үстіне менің группаласым. Ал бұл менің жұбайым, Гаухар. Жұмысқа қабылдайтын кезде, Сәулені көрген кезде қалай таңғалғанымды көрсең ғой. Қазір де міне студенттік шақтағы қызық оқиғаларымызды айтып күліп отырмыз. Қызық кездер еді. Рұқсат болса мен жүрейін. Иә, әрине. Сосын Сәуле, Мадинаға айтасаш, 2 кофе келсін деп. Кофе ма, шай ма? Жоқ, керек емес, мен қазір қайтам. Керек емес онда. Дарын. Қасын. Аманшы. Дарын, саған бір өтініш бар. Мен үйіме барып, сумкамды алып келе аласың ба? Ұмытып кетіппін. Өзім барайын десем, қазір Роза апайдың сабағы лесін жібермейді. Болды, жақсы, барып кел. Үйге кірсең, аяқ киімдер тұратын жерде қара сумка тұр. Соны аласың ғой. Все, жақсы. Тоқта. Асам. Не балаларды жұмсап жүрсің? Жұмсасам бокстағы бір очкам жұмсап жатырмын. Бір очкаң ба емес па, маған бәрібір. Системада жоқсың ба, жұмсамайсың. Братан бәрібір менде дұрыс жоқ. Тұр. Бара бер. Барсаң көтіңді айырам, тұр. Дарын, бара бер, өзім жауап бер. Өзіме көп алып жатырмын деп ойламайсың ба? Көп алсаң не азайып бересің ба? Мектепте жүре алмай қаласың ба? Маған бәрібір. Бірақ Дарынға тиіссем системамен қоса қойып барам. Түсіндің ба? Есеп тұрсыңдар, кет бар. Сен жүрші бері қарай. Бош жүр. Сәлеметсіз бе? Ой, Рауан. Мұнда не істеп отырсың? Нұрбол ағайға келдім. Қашан көрсем осы кабинеттен шықпайсың? Сабағың жоқ па сенің? Неге келе бересің бұл жерге? Сабақ бітті, Нұрбол аға мені үйге апарып тастаймын деген, соған келдім. Нұрбол, сенің ағаң ба? Нұрбол аға бүгін біздің үйімізге баруы керек болған. Сенің үйіңе жай ма? Не үшін? Менің Асқар ағам жүре алмайды, сөйлей алмайды, соған көмектеседі. Не істеп көмектеседі сонда? Қыдыртады, ойнатады. Ойнатады ма? Иә, үйге келген сайын неше түрлі ойыншықтар алып келеді. Онда былай жасайық. Қазір Нұрбол ағаң дос емес,
орнына мен апарып тастаймын сені, жарай ма? Жарайды. Кеттік па? Қалайсың? Қашан қайтасың? Үйіңе барып тастайын. Керек емес, өзім қайтам. Сенікі жай ма? Әлде өтірік жынды болып қаласың ба осылай? Түсінбедім. Не болды? Қалай түсінбедің? Өзіңнің әйелің бола тұра бөтен әйелді үйіне апарып тастайсың ба? Ұялмайсың ба? Сеніңше мен адамның сезімімен ойнайтын екі жүзді біреуім бе? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Не болды, тыныштық па? Тыныштық. Сол тәртіптерін бақылау мақсатында әр баланың үйіне кіріп, ата-аналарымен сөйлесіп жүрміз. Түсінікті. Рауан, бар, киіміңді ауыстыр. Төрлетіңіз. Рахмет. Кіші ұлымыз Рауан, бұдан үлкені Асқар. Иә, шет жағасын Рауан айтты. Біздің мектептің инспекторы Нұрболдың досы екен ғой. Нұрбол деген алтын жігіт қой. Өз баламыздай болып кетті. Асқарыма келіп көмектесіп тұрады. Асқарға не болған, ауырып қалған ба? Бокстан травма алды. Бокс залында не жағдай болған сонда? Тренерлердің айтуы бойынша спорт ережесін дұрыс сақтамаған. Содан бері міне сөйлемейді, жүрмейді. Нұрбол мырза бұл жағдайдың қалай болғанын біле ме? Ол бұл жағдай туралы ештеңе білмейтінін айтты. Досы бола тұра ештеңе білмейтіні қызық екен. Қол жуатын жер қай жерде? Кіре берісте. Рахмет. Асқар? Маған қарашы, Асқар. Саған не болды? Айтпашы маған. Сен бокс залында біреу ұрды ғой, есіңе түсірейін ба? Қалай ұрды? Бұлай ұрды ма әлде? Бұлай ұрды ма? Нұрбол сенің досың ғой, әлде Нұрбол ұрды ма сен? Айтқан, сол ғой, сен ұрған, Қай жерінен ұрды? Басынан ұрды ма, әлде кеудеңнен ба? Кешіріңіз, дыбыс естіген соң кіріп едім. Шығыңыз бөлмеден. Балама дәрісін беруім керек. Құлыным. Рахмет саған, Сәуле. Сенің жаныңда өзімді бақытты сезінетінімді тағы да түсіндім. Сәуле деген мен. Мен шаршап тұрмын. Үйге кірейінші. Сосын сөйлесеміз, жарай ма? Аслан күтіп қалды. Мам? Аслан, келдің ба? Балам, танысып қой. Менің группаласым, қазіргі әріптесім Дәурен ағаң болады. Сіз осылай бүкіл әріптестеріңізді үйінен шығарып салып жүресіз ба? Әлде қалай? Аслан. Мам, үйге бара беріңіз. Сен ше? Қазір кірем. Жүр бірге. Қазір, аха. Жарайды, жақсы. Ертеңге дейін. Жарайды.
көке. Ау? Мен сені тағы да анамның жанында көретін болсам, аямайым. Аслан, сен жағдай дұрыс түсінбедің ғой. Менің ешқандай арам ойым жоқ. Мен саған тағы айтам, көке. Мен сені анам жанынан көретін болсам, жұмыртқа сығаласың. Ешқандай врач көмектеспейтін болады. Түсінген шығарсың енді. Базы жоқ, братан. Жептеріңмен ана баланың темпін жоқ қыз бердің ғой. Жастар құрамасының тренері саған қарап отырды ғой. Қойш? Иә, егер де жеңетін болсаң, сен құрамаға шақыру мүмкін. Енді көреміз енді. Әлі 4-те 1 бар, жартылай финал бар, сосын финал, чемпион болу керек. Ертең нешеде басталады екен? Тренер сағат 10-да келіңдер деді ғой. 9-да боламыз ғой. Жақсы, братан. Демал, ертең жақсы жаңалық естек финалға шықты деп. Бұйырса. Авал әзір. Слышь, пиздец, боксерсың ба не? Системада болмасам көтің қысу жоқ. Не үшін жинап жатыр, Аслан? Қазір келсін, айтады өзі. Ақша жинатпайды деп үміттеніп. 4 күн болды ғой жинағанымызға. Қазір балаларға айтсам жылайды уже. Салам алейкум. Қысқасы әңгіме былай жігіттер. Ертеңге дейін 200 теңге қойып тастау керек. Сарбараттан зонада отыр, білесіңдер. Соған керек. Түсінікті ма? Братан, 4 күн бұрын ғана жинап бердік қой. Қазір ешкімде ақша жоқ. Даже мектептегі мұғалімдер мен 1-ші сыныптың балдарынан бастап жинасақ та 200 мың теңгені жинап бере алмаймыз ғой. Жинай алмайтынын сенбісің бе? Братан, Алин. Алин! Құламай тұрсыш. Жинайсың бұл. Алпыс 2 мың. Қалған мен туам ба не? братан, ешкімде ақша жоқ қазір. Жақында. Табыңдар. Әлі 100 мыңнан көп ақша жетпейді. Не істейміз? Братан, Сен сөз түсінбейсің бе не? братан, шынымен мыналардың ешқайсында ақша қалмады. Соңғы тиындар дейін жинап берді. Білем, мен ештеңе білмеймін. Ертеңге дейін 200 мың теңге қойып тастаңдар, болды. Менде бір барик бар. Қандай? Екеуміз бір жерге барып келейік. Смело тауып аламыз, братан. Көрейік онда. Иә, брат, сыртта күтем. Аха. Не үшін келдің да? Братан, бұл менің бұрын оқыған мектебім. Базар жоқ мектебің. Енді? Жетпеген ақшаны осы жерден шығарып алсақ болады. Онда балаларды алып шығу керек еді. Керек емес, братан. Жұрттар ғана оқиды, оларға екеуміз де көппіз. Жоқ, мен түсінбеймін сені. Мына мектепті біздің мектепке ауыстырдың ба сонда? Қуады екенсің. 10 жыл оқыған. Мықты екен. Мыналар ма? Не? Қалған қай? Ассалаумағалейкум, бағым, қалайсың? Ассалаумағалейкум. Уалейкум. Қалайсың? Жақсы өзің? Жақсы. Осылай кеп тұрмайсың, мектеп ауыстырғалы жоқ болып кеттің ғой сен.
Мен саңған сияқтысың ғой? қатсам. Келді шында. Түсінбедім. Қара, мен досыммен келдім. Қуаныштым. Бұл досыма қазір көмек керек. Айта бер, қолынан келгенше көмектесеміз ғой. Ендеше тыңда. Менің досыма тап қазір 120 мың керек. 200 мың. 200 мың екен. Туыңдар. 200 мың. Мен мұнан ала бер, қайтармай қой. Аслан. Соған жауап бересің, түсіндің бе? Түсіндің бе? Полиция шақырам мен. Шақырсаң шақыр. Менің досым ары кетсе түрмеге түседі. Ал оның достары өте көп. Олар сендердің әрқайсың тауып алады да, инвалид қылғанша аямай ұрады. Түсіндіңдер ма? Сол ма сендерге керегі? Немесе небәрі 200 мың теңге туыңдар. Ары қарай дым болмағандай өмір сүріп жүре бересіңдер. Дидар, кел бер. Түсіндің бе, Дидар? Түсіндім. Сибали сонда, не істеп тұрсыңдар? Бол. 9 минут қалды. Түсіндің бе? Жүгір бар. Базар жабасың, красавчик бар ғой. Сен маманда мына тема шешілмейді деді. Көрдің бе, біз мектепке келген қандай жақсы болды. Әйтпесе чорттардың қасында жүретінің чорт. Рахмет, братан. Басында келгенде қандай едің, білесің бе? Қазір қандайсың? Бір сыныптың смотрящий ойлашы. Дәл өз қалпында жүре бер. Ертең мектепте де, районда да сыйлы боласың. Бұйырса осы мектеп саған қалдырып кетсем ба деген ойым бар. Айтпақшы анау, бұрынғы мектебің ғой, бұрынғы достарың ұрып жатқан кезде кішкене жаның ашпады ма? Жоға, братан, нормально. Жарайды онда. Жақсы, жоғы болсын. Абайлы өзі. Шақырдыңыз ба? Қазір тұра тұр. Документтерің мектептен кетті. Не болып қалды, тыныштық па? Маған мұрагер мектебінің тәрбие завучы хабарласты. Біздің балалар сіздің оқушыларыңыз ұрды деп. Ой, өтірік айтады ағай олар. Мен ақымақ көріп тұрсың ба сен? Ағай енді... Жабы аузыңды. Өткенде екеуміз қалай келістік? Мен саған айтқан жоқпын ба, егер тағы да қайталанатын болса, мектептен кетесің дедім ба? Дедім. Сөзімде тұрам дедім ба? Тұрдым. Ендеше бар кет мектептен. Жарайды ағай, кетсең кетейін. Бірақ мен де сөзімде тұрам. Мен мектептен кеткен күннен бастап күнде қайтып келіп отырам. Сосын жай келмеймін, келемді, мектептің күнде бір терезесін сындырып кетіп отырам. Сіздер жасайсыздар, мен сындырам, жасайсыздар, сындырам. Мен екем дәлелдей алмайсыздар. Не оттап тұрсың сен? Тексеріп көрсеңші. Бірақ мен де сіз сияқты жігітше сөзімде тұратын адам. Жоғалып көр көз. Кет бар. Қатын! Сен өзің барайында сөз қайтын болдыңдар ғой. Мен әне істеген жоқпын ғой. Тез берші. Ұрма! Балаға тез берш, балаға. Ұрма мама. Күшік, сені маған қол көтеретін боласың ба не? Тез берш.